18 ғасырдағы француз революциясы өзінің дамуында 3 кезеңнен өтті. Бірінші кезең – конституциялық монархия. Бұл монарх мемлекетті басшысы болғанымен, оның билігі конституциямен шектелген басқару формасы болды. 1791 жылы құрылтай жиналысында француз үкіметі конституциялық монархиялық билікті бекітті. Француз революциясы қарқынды түрде жүргізілгенімен, ел экономикасы жақсармады. Елдегі революцияның дамуы бүкіл Еуропадағы феодалдық күштің оянуына түрткі болды. 1792 жылы Францияға қарсы Австрия мен Пруссия біріккен алғашқы антикоалициялық одақ құрылды. Мемлекетте монархиялық билік құлап, 16-шы Людовик тақтан түсірілді. Француз мемлекетінде Австрия мен Пруссия елдерінен әскери қауіп төніп тұрды. Міне осы уақытта француз әскерінің рухын көтеретін, жігері беретін ірі тұлға қажет болды. Бұл қызметте бірден-бір лайықты тұлға Наполеон еді. Наполеон әскери саласына қайта оралып, небәрі 26 жасында үлкен француз әскерін басқарады. Наполеон француз әскерін басқаруға келген жылдары француз әскерлерінің жағдайы өте төмен болды. Наполеон ең алдымен француз әскерлерінің арасында қатаң тәртіп орнатты. Жемқорлық, ұрлау фактілеріне қатаң жаза қолданды. Әскерлердің арасында материалдық қажеттіліктерін жасап берді. Наполеон француз әскерлердің жаңа соғыс дайындады. Нәтижесінде 1796 жылы француз еліне қарсы Австрия мен Пруссия біріккен алғашқы антикоалиция одағына соққы беріп, жеңіске жетті. Француз мемлекеті ұлттық жиналыста өздерін Француз республикасы деп жариялады. Халық көтерілісінің жеңіске жеткендігінің арқасында ең жоғары билік якобиншілердің қолына өтті. Якобиншілер 18 ғасырдың аяғындағы демократиялық саяси партиялардың біріне айналды. Якобиншілер дереу арада аграрлық мәселелерді шеше бастады. Шетелдерден келген эмигранттарға аздаған үлесімен өз затын сатуға мүмкіндік берілді. Сонымен қатар алым-салықтарды ешқандай өтеусіз төлеу жүйесін жойды. Сол жылдары республика жағдайы әлі де дағдарыста еді. Антикоалицияның шабуылы күшейе түсті. Якобиншілер клубының арасында бөліну басталды. 1794 жылы шілдесінде Якобиншілер диктатурасы ыдырап кетіп, клуб басшылары тұтқынға алынды. Мемлекет басшылығы 5 адамнан тұратын директорияға көшті. Он 18 ғасырдың соңында Наполеон бастаған француз әскері енді кезекте жаңадан іргесі қаланған Француз республикасының саудасы мен аумағын кеңейткісі келді. Соның мақсатында француздардың басты жауы Англия корольдігіне жақын орналасқан Мысыр аймағын жаулап алу болды. Неге Мысыр? Наполеон үшін Мысыр біріншіден Франция мемлекетіне үлкен табыс әкеліп отырды. Екіншіден, Мысырды жаулап алу арқылы британдық Үндістанға жақындаудың тағы да бір жолы болды. 1798-1799 жылдары құрамында 50 мың француз әскерімен Наполеон Тулон порты арқылы Мысырға жорығын бастады. Алайда бұл уақытта мұхитта британ әскері толық үстемдікке ие еді. Сондықтан француз әскері үшін британдық кемесімен соқтығыспау болды. Ақыры Наполеон бастаған француз әскері Мысыр жеріне жетіп, Александрия қаласын басып алды. 21 шілдеде Египеттегі мамлюктер мен француз әскерлерінің арасында ірі шайқас басталды. Нәтижесінде француз әскері жеңіп шығады және астанасы Каир қаласына сән салтанатпен кіреді. Наполеон Египеттегі ақсүйектерінен қолдау тауып, елдегі еуропалық стильді басқарады. Наполеон зайырлы қоғам құруды аңсады. Наполеон Мысырда билік жүргізген жылдары көптеген реформа жасады. Нәтижесінде Мысыр алдыңғы қатарлы дамыған елдердің қатарына қосылды. Көптеген ауруханалар, пошталар, қала арасында адам таситын көліктер пайда болды. Ақырында британ әскері барлау кемесі француз әскерінің кемесіне үлкен соққы беріп, жеңіліске ұшыратады. Бұл жеңіліс ежелгі Мысыр еліндегі толқулардың, наразылықтардың көбеюіне әкелді. Халық арасында жақын уақытта Франция мен Осман империясының арасында соғыс болады деген сөздер тарады. 1798 жылы 8 қыркүйекте Осман империясы Францияға соғыс ашты. Түріктер
18.000 яншыларымен Мысыр жеріне келіп тоқтады. Нәтижесінде Әбубәкір портын қоршап басып алды. Наполеон керісінше өзінің қол астындағы 10.000 әскерді түріктерге қарсы аттандырды. Ақыр соңында екі жақтың арасындағы шайқас болып, француздар түріктерді тас-талқан етіп жеңді. Бұл кезеңде Францияға қарсы екінші антикоалиция одағы құрылған болатын. Сол жылы шілде айында Наполеон өзінің кемесіне отырып Францияға қайтуға мәжбүр болды. Египетті басқаруды генерал Крибарияға тапсырды. 1801 жылы 1 қыркүйекте Мысырдағы 14.000 француз әскеріне британдық әскерлер шабуылдады. Нәтижесінде Наполеон Мысырдағы жерінен айырылып, капитуляцияға қол қоюына мәжбүр болды.